күн, құрметті Аятай ханым. Сіз Алматы пікірсайыс федерациясының 4-ші президенттігін сайлап алды. Бірінші этапында көріп отырғанына қуаныштымын. Қалыңыз қалай жалпы? Сәлеметсіздер ме? Жақсы, керемет, күшті. Мен де қуаныштымын қатысып жатқаныма, кандидат болып жатқаныма. Сізге біраз қояр сұрақтарымыз бар. Аятайды UAB десе тану мүмкін, бірақ басқа кімдер біле бермейді. Пікірсайысшылар біле бермеуі мүмкін. Өзіңіздің толғады жөніңіз, мамандығыңыз, буыныңызды пікірсайысқа қалай келдіңіз мүмкін? Мектеп лигасында барсыз жалпы. Кім қалай алып келді, не үшін қалдыңыз деген сияқты моменттерді бір айтып өтсек. Аятайдың оқиғасы қандай екен? Жалпы сіздерді көргеніме қуаныштымын. Негізі мен аты-жөнім Көшербаева Аятай Жомартқызы болады. UAB қазақ дебат клубында орта буынымын, 2-ші курс студентімін. Мен мектеп лигасында ойнамағанмын. Дебатты универге кетіп білдім. Ориентация жүргізді. Сол кезде барып көрейінші деп қарадым. Оказывается, дебат деген күшті әлем бар екен. Бау деген мен келген кезде. Турнир деген не екен. Вообще дебатты в целом бастауыш сыныптағы нені білдіресің ғой. Оқисың ғой, сол сияқты басқармасқа үйренгенмін. Қазіргі таңда орта буын, 2-ші курс. Орта буын. Мамандығыңыз қандай және қай өңірденсіз? Мен Шымкент қаласынанмын. Мамандығым информационный технология. IT саласында. IT-дан 2 кандидат бар екен. Бізде болашақта бір осы бағытқа қозғалатын сияқтымыз. Жақсы, рахмет. Пікірсайыстан сіз қандай құндылық көресіз? Ең басты құндылық біреу орта дейді, біреуі қабілет дейді. Именно бұл заттарға пікірсайыста клубтың ішінде жүріп келе алуға болады. Нетворкинг, қабілет, даму деген мәселелерді. Енді пікірсайыстың Алматы пікірсайыс федерациясының президенті ретінде сіз қандай мақсаттар қоясыз алдыңызға? Не алғыңыз келеді? Пікірсайыстан өзіме алатын нәрсе ма, әлде мен бергім келетін нәрсе? Президент ретінде не алғыңыз келеді? Президент ретінде мен алғаннан қарағанда бірінші очередь бергім келеді. Неге дебат деген жалпы дебат әлемі маған өте қатты ұнады да. Каждый раз дебат ойнаған сайын сен әртүрлі темалардан сөйлесесің, и соответственно сенде андай да ашыласың, ұнайды маған ойнаған. И мен ойладым да, неге осы әлемге өзімнің кішкентай болсын үлесімді қоспасқа дедім. Сосын негізі президентке сайлау туралы маған Абдрахман аға айтқан болатын. Сол кісі айтты, давай сен беріп көрсе деп. Why not дедім да. Почему бы нет деп мен бердім. Өйткені андай просто так жүретін, көптің бірі андай ағыммен жүретін адамның қатары болғым келмейді. Белгілі бір деңгейде үлесімді қосқым келеді. Сол үшін президентке ұсындым. Бірінші очередь ол үлкен жауапкершілік қой, сол жауапкершілікті алуға дайынмын. Ары қарай қазіргі деңгей дебатымен келсем, бұрынғымен салыстырғанда керемет жақсы да, бірақ осы жақсыны өте жақсы деңгейге көтергім келеді. Аятайдың президент бола алу қабілеттеріне қаншалықты Аятай ханым осындай үлкен ауыр жүкті, бір клуб емес, 18 клуб, онымен қатар жаңағыдай команда бар, координаторлар бар, мектеп лигасы, халықаралық жобалар, мемлекеттік жобалар. Осының барлығын алып, кішкентай біздегі Аятай кандидаттардың ішіндегі қаншалықты несі бар, қабілеттер бар. Осы жерде қабілеттеріңіз солай кетсеңіз, өзіңіздің таланттарыңыз, мықты тұстарыңыз. Бірінші очередь ол лидерство деп айта аламын. Негізі менің одноклассниктерім, одногруппниктерім барлығы мені президент ханым деп атайды. Мен мектеп кезден бері келе жатқан нәрсе да. Бұл президент не үшін президент ханым дейді? Мен Қазақстанның президенті боламын деп жүретін едім. И тут АПФ шықты да, ладно. АПФ-тің президенті болады. Неге президент десеңіздер, маған адамдар болады ғой, біреулері орындаушы, біреулері соның барлығын реттеп қадағаластырып беріп отыратын. И көп жерде жүрем, жүргізушілік болсын, ұйымдастыруда жүретін адам бірінші Аятай не істейміз деп маған келеді көбіне. Сосын мен давайте былай істейік, мынау тарап инстаграммен айналсын, бір тарап неге дебатта қағаздармен айналсын деген сияқты. Сондай бірінші очередь лидерство деп ойлаймын. Екінші нәрсе маған ұнайды бұл нәрсе. Ойлаймын, что кез келген адамға не ұнаса, ол сол нәрсені до конца алып барады. Ұнаған нәрсеңді сен кайфпен жұмыс істейсің, процесстен рахат алады деп айтады ғой көбісі. Сондай болған үшін мен президент болу арқылы бірінші очередь барлық клубтардың андай арақатынасы бар ғой, бір-бірімен достығы, соның барлығын реттегім келеді. Бірінші нәрсе, именно ұйымдастырушылардан сұрайтын болсаңыз, жолдастық кездесулер, тренингтер, опыт алмасу дегені барлығы осының ішіне кіреді. Галп тестіп сұраныс бар не? Жоқ, әлі тапсырмадым. Осы жазда тапсырамын. Дайындалып
менде ең күш болып қойған сұрақтың бірі неге сіз инстаграмда президент ханым деп тұрады деген болады. Мен жазбай сізде неге олай тұрады деген сондықтан қандай проекттеріңіз болды деген сізді сұрағым келген ғой. Демек ол сіздің бала кезіңізден сол айтатын не болып отыр, көзінше сияқты. Ол қайдан шықты десеңіз, мен 8-ші класста бір жарысқа қатысам, и ол жерде маған әділетсіздікпен орын бермей қояды да. Хотя мен бірінші орынды алуым керек. И ойладым, маған сол кезде мынандай ой келген, типа ең үлкен адам кім? Қазақстанда президент қой. Значит, президент болса, ол реттей алады деп ойлағанмын ғой сол кезде. И сол кезден бастап мен өзіме сондай үлкен не қойдым да, планка қойдым. Мен президент боламын деп. И одан кейін барып президент ханым деп инстаграмды өзгерттім. Инстаграмда тұрған ол нәрсе маған өзіме мотивацияда күнде қараймын. Адамдар осы мен президент ханым деп атайды ғой, не істеп жүрмін деген сияқты болады да. И енді сол нәрсені просто айтылмасын, реальность болсын деймін. Жақсы. Ол сіздің президенттік жолыңызда республика, Қазақстан Республикасының президенттік жолына кішкентай қадамыңыз ретінде қабылдар. Онда ендеше барлық президентте бір нәрсе бар, ортақ бір нәрсе, ол стресске устойчивость. Стресске төзімділік. Қаншалықты сіз стресске төзімсіз? Себебі бірінші кезекте өзім айтайын, АПФ-тің президенті болу ол өте оңай нәрсе емес. Үлкен проекттер деген секілді. Дебаттағы проекттер басқадағы бір ивент менеджменттегілегі нелерге ұқсай бермейді. Сіздің креативтігіңіз, ұйымдастырып жүрген адамдар бөліп жүргенде қарағанда дебаттағы стрессинг мүлдем басқа деңгейде. Осы орайда 10-12 ай бір жыл көлемінде сіз қаншалықты осы нәрсені мен шынымды айтайын, мен ешқашан үлкен проекттермен айналыспағанмын. Біріншісі осы АПФ болайын деп жатыр. Андай прям қатты стрессовый ситуацияларда болмағанда мен сондықтан сіздерге нақты айта алмаймын, бірақ мен ойлаймын, что алғашқы 2-3 ай по-любому қиын болады. По-любому ол жерде сен уже адаптация болады, енді үйренесің, жаңа адамдар, мүмкін бұрын араласпаған адамдар, сондай нәрселер болады. Сол 2-3 айда сен өзің үйренсең, ары қарай дальше больше болады. Енді таланттарыңызды, қабілеттеріңізді анықтадық. Енді керісінше кез келген адамның әлсіз болады. Сізге президентке кедергі келтіруі мүмкін, қандай сіздің әлсіз минустарыңыз айтамыз олар? Минус качество ма? Качество, қабілет, талант, мысалы менде дисциплина нашар. Дисциплинасы нашар адамның. Бірақ менде ачивер бар деген секілді. Осындай нелермен. Онда ол эгоизм болуы мүмкін. Эгоизм? Иногда андай ситуациялар болып қалады. Сен көп адаммен ақылдасып шешім қабылдауың керек, бірақ сен өзіңнің полномочияңды не қылып, пайдаланып, типа бір өзің шешім қабылдап ары қарай дұрыс емес нәтижеге алып келуі мүмкін да. Сондай ситуациялар болып қалуы мүмкін. Тағы қандай неңіз бар? Үшеуін атасақ. Үшеу? Білмеймін. Үшеу жоқ. Мен өмірімдегі бірінші интервью. Эгоизм. Здесь эксклюзив, я тебе про президент пососала. Қазақстан Республикасы президенті болса мен шынымды айтайын, білмей тұрмын. Мысалға қандай бар, дисциплинадан басқа адамдарда болатын кемшіліктер. Эмпатия болуы мүмкін, сабырсыздық болуы мүмкін. Жоқ, немесе бір затты аяғына дейін жеткізбеу деген. Жоқ, шыдамсыздық болуы мүмкін. Андай маған анамайды бір затты қалдырып кеткен. Бір нәрсені алдың ба, давай до конца. Сен алдың ғой, соған жауапкершілік алдың ғой, давай. Эгоизм бойынша оның алдыңғы сізге басу айтып тоқтау беретін кім? Қалай ол мәселені алу керек қой. Мысалы жаңа Абдрахман ағамыз былай айтты да, менде рисктерін алғым келмеймін. Мен бір идея сендім ба, мен рисктер көрмей қалыптым бар. Сол үшін жаңа рисктерді көретін аналитика жақсы адамдар жинаймын деді да. Сізде эгоизм бойынша қалай болды? Мен ойлаймын ол нәрсені әр адам өзіне ғой, бірінші очередь ондай ситуация болған жағдайда кішкене тоқтау керек. Давай, стоп, ойлан, осы жерде тұр ғой, давай дальше. Андай болады ғой ситуация. Мен негізі көбіне я и жоқ деген ответ тұрса, яны таңдап кете беретін адаммын да. Давай, кеттік депші, кеттік десе кеттік деп кетіп қала береді. И ойлаймын, что ол нәрсені басу үшін қасындағы айналаңдағы адамдар туралы ойлау керек. Өйткені мен бір өзім шешім қабылдаған мен үшін дұрыс, мүмкін сіз үшін дұрыс емес шығар деген сияқты. Ол қасындағы адамдармен коммуникация арқылы жеңеді. Сіздің мысалы АПФ президенттігіне өз үміткерлігіңізді ұсынып
отырғандықтан қандай жобаларыңыз бар, қандай жаңашылдық енгізгіңіз келеді? Қазіргі таңда мен ешқандай жобамен айналысып жатқан жоқпын. Менің айналысатын жобаларым мынандай ғой, IT саласы бойынша да олар чисто кодтар арқылы болады, түсініксіз болып қалады сіздерге. Ал жаңашылдыққа байланысты айтайын, мен бірінші очередь төрешілікті дұрыстағым келеді. Өйткені көп турнирларда байқадым. Үлкен аға буындар ойнап жатса, мүмкін перваш төреші болып түсіп қалса, ол уже қате да, андай бұрынғыға қазіргі төрешілікті жаңа деңгейде көргім келеді. Именно сапалы түрде ше. Ана жерге төреші қағазына жазған нәрселер түсінікті болсын, адамдарда шынымен де мен мына точкада жеңілдікпін ғой деген сияқты түсінік болу үшін. Егер ойлаймын төреші дұрыстаса, просто төреші сараптама жасаса, ойыншыларға ойыншы қателігін біледі да, ары қарай ол қателікті дұрыстауға әрекет жасайды. Менің басынан сондай болғанда, төрешінің қаншалықты жақсы болуы ойыншының да ары қарай жақсы болуына әсер етеді. Жаман айтпай жақсы жоқ деп айтады ғой. Дұрыс емес жерін айтсаң, ары қарай адам дұрысталады. Жақсы, онда келесі сұрақ, жалпы өзім IT саласында жұмыс жасағым келеді. Жалпы сол мамандықта оқимын негізінде. Біз білеміз, что IT саласындағы адамдар ондай қатты бір коммуникацияға, басқарушылыққа олар, скорее всего, атқарушы болып табылады да. Енді осы бір жерде бір парадокс болмай ма екен, қарама-қайшылық болмай ма екен деп қоямын. Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіз оны көре аласыз ба өзіңізді? Мен сіздерге бір қызық айтайын, мен IT-ға қалай не үшін түскен, мен IT-ға түскен кезде мен мұғалімдерім шоке болған, қуасың ба деген сияқты. Сен сөйлеп жүретін адамсың ғой, неге басқарушы журналистикаға бармадың деп. Менде көбірек коммуникация қаттырақ дамығанда, чем математический навыкыға қарағанда, мен ойладым, мен мына жақтағы миымды жұмыс етейін деп IT-ға түстім да, қиын болса да үйренейін бір нәрсені деп. IT-ға түскеннен кейін бір айдан кейін дебат туралы білдім, дебатқа келдім. Дебатқа не үшін келдім? Математика, есеп деп үндемей жүре бермей, кішкене коммуникативный навыктарын ұмытқамайын деп, екеуін баланста ұстайын деп, IT-мен дебатта жүрмін. Солай. Түсінікті. Сосын енді болашақтағы президент, АПФ-тің президенті Аятайды сіз қалай көресіз? АПФ-тің президенті Аятайды өзінің командасы бар, нақты цельдары бар. Және сол мақсатқа жету жолындағы Аятайды көремін дәл қазіргі уақытта. Неге? Себебі көп адам айтады ғой, ойбай, мен өйтем, мен бүйтем деп. Мен ондай нәрселер айтқым келмейді, өйткені оны істемей қалсаң, өзіңді ішінен жейсің да, маған ұнамайды ол нәрсе. Мен тек қана істей аламын деген нәрсені айттым. Андай человек слова болады ғой, сондай адамдардың қатарынан. Если мен оны айтып, оны жасамай қалсам, президентте ойбай, мынандай деп сынды ғой, өзім дым істеген жоқ қой деген әңгімелер маған керек емес. Мен лучше достигаемый цель қояйын да, сол нәрсені орындайын. Ары қарай ол level up бола береді, көтеріле беретіндігі. Одан кейінгі сұрақ, жалпы бәрі жақсы бұл жерде кандидаттардың, ұсынған кандидаттардың барлығы өздерінің жаңағы жақсы қабілеттерін бәрін көрсетіп жатыр. Неге именно сіз болуыңыз керек? Неге именно Аятайды таңдауыңыз керек? Неге мен лайықтымын ба? Осыны андай УТП дейді ғой, белгілі бір өзіңіздің ұсынысыңызды, ең жақсы ұсынысыңызды айтсаңыз, бір 3-4 сөзбен ғана. Комбинаттағы маркетолог қой бізде, УТП дегенде яғни клиент бастап алмайтын предложение да. Дәл индивидуально, тек қана Аятай болмаса басқасы болмайды дейтінде сізде қандай неңіз бар деген бірінші очередь ол дебатты бүкіл Қазақстанда дамыту. Осы нәрсені алып келеді. Жоспарларымда қарасаңыз болса, одан кейін Орта Азияны деп айтқанда, Европаны, Американы деп емес. Ол бүкіл Қазақстанда дамыту үшін ең үлкен Алматы ғой енді. Алматыда АПФ деген кәдімгідей бір белгілі бір күш мощи бар федерация болып табылады. Алматы пікірсайыс федерациясының мүшесі болғаннан кейін сен Алматыны дамытып, ары қарай уже Қазақстанның басқа жерлеріне баруға сенде мүмкіндік көп та. Бұл неге кіргенде, федерацияға кіргенде, мен сол мүмкіндіктерді пайдалану арқылы Қазақстанда мысалы
Павлодар деген қалалар бар, одан кейін Семей деген қалалар, дебаттар солар бар ойнайтын, бірақ ол жақта андай бағыт бағдар беруші жоқ екендігінде мен қалаймын, что АПФ осы тек Алматыны емес бүкіл Қазақстанды қамтыған. Қазақстанды қамтысақ, давайте дальше кеттік ары қарай. Почему Орта Азия деген сияқты. Менің бірінші мақсатым сол, бүкіл Қазақстанды қамту үшін, сен бірінші Алматыны осы бір қала шықты реттеп алайық деген сияқты. Ситуациялық. Мысалы, сіз жаңа айттыңыз ғой, Алматыны біріктіріп, реттеп алу керек деген сияқты. И вот ертең сіз президент боласыз, мысалы, президент ханым айтпай боласыз. И сол кезде сіздің бір бастамаңызға мысалы парасаттарыңызға келіспей қалса, тағы да басқа бір кім келіспей қалса, бұндай жағдайда сіз бұл жағдайда өзіңізді қалай ұстайсыз, немесе бұндай жағдайларды қалай алдын ала аласыз? Бұндай проблема туындауы мүмкін. Келісемін. Бірінші, бізде пікірсайыс федерациясында бүкіл клубтың мүшелері бар ғой, әр клубтан 2-3 адам деген сияқты. Бірінші шешім қабылдамас үшін жаңағы құрылтай жиналысы дейді, барлық мүшелермен жиналыс жасаймын. Егер ол жақта бір мүшені ол нәрсеге біз қабылдаған шешімге келіспейтін болса, ол кісінің ойын сұрау керек. Ойын болғанда, давайте сіз альтернатива ұсыныңыз. Қазіргі біз жасайын деп жатқан істен де мықтырақ нәрсе ұсынсаңыз, давайте сіздікін жасайық деген сияқты ше. Андай ғой, бәрібір әр адамның өз мені бар ғой, бүкіліне ұнау мүмкін емес, по-любому идеально болмайсың. Например, сізде күшті нәрселер жасап жатсыз, ал біреулерге ол ұнамайды, неге деген сияқты. Сондықтан ондай ситуациялар болады, ондай ситуацияны тек сөйлесу арқылы шешетінін білемін. Жақсы онда. Бірақ егер әр адамның альтернативасын қабылдай берсеңіз, Андай болады. президент ханымның авторитеті қалмай ма? Келісемін, осы нәрсеге байланысты. Барлық адамның ойын тыңда, бірақ өзінің қалағанын жаса деген нәрсе бар ғой. Менің алдымдағы президенттен де, ана мүше адамдардың да барлықтарын ойын білуім керек. Олар не ойлайды деп, соған байланысты мен шешім шығаруым керек та, сол нәрсе. Айтады ғой, барлығын тыңдай берсең, сен еш нәрсе қылмайды. Просто барлығын тыңда, бірақ шешімді өзің қабылда. Осы нәрсені ұстанамын. Өзде эгоизм көп дейсіз. Иә, чуть-чуть. Жақсы, соңғы сұрақ, блиц сұрақтары барлық кандидаттар болсақ, үлкен бір билборд бар, немесе ақпарат тақтайшасы бар, который барлық дебаттер оқитын. Сол жерге сізде мүмкіндік бар, бір цитата, сөз, оқиға, кішкентай отрывок жазуға. Кез келген дебаттер оқитын қандай да бір ақпараттық посыл беретін едіңіз сол жерге, не жазатын едіңіз? Андай әдемі философиялық сөз ба или ой ма? Мүлдем маңызсыз бір сөз, жаңағы сан болуы мүмкін бар ғой. Сол жерде жазып түсіне алмаған, не себеппен дәл сол сөз екен? Мен мына сөзді айтқым келеді. Адам болып келдің, адам болып кет деген. Осы нәрсе ғана. Адамдардың ең қиын нәрсесі адамгершілікті ұстап қалуда. Дальше дебатта болсын, басқасында болсын, андай дебат ойнайтындар бар ғой, бет көрсетпейтіндей ойнайтын, ойын көрсететін ше. И одан кейін андай қылады, как ничего не бывало, күліп жүретін, сондай нәрседен гөрі андай границаларды сақтау. Иә, сол. Өмірде адам болмаса. Жақсы, рахмет үлкен, осымен сұхбатымыз тәмам. Көп рахмет сізге.